18 ғасырдағы қазақ әдебиеті туралы не білесің? Сол кезде негізгі тақырып қандай болды? 18 ғасырдың әдебиетінде қандай батырлар туралы айтылады? 18 ғасырдың атақты шешендері кімдер? 18 ғасырда өмір сүрген қандай жырауларды білесің? 18 ғасырда қазақтардың рухани өмірінде ерекше орын алған не нәрсе? Осы сұрақтарға жауап берейік. 18 ғасырдағы қазақ әдебиеті туралы не білесің? Сол кезде негізгі тақырып қандай болды? Қазақ әдебиеті тарихында 18 ғасырда өмір сүрген ақындар мен жыраулар ерекше орын алады. Қазақтардың жоңғар басқыншыларына қарсы күресі сол кездегі ақын жыраулардың негізгі тақырыбына айналған. Оқиғалар халық тарихында халқын жаудан қорғаған ержүрек батырлардың есімдеріне байланысты берілді. 18 ғасырда қазақ жеріне жасалған жоңғар шапқыншылығы көптеген аңыз әңгімелер мен өлең жырлар туғызды. Жоңғар басқыншылары қазақ ауылдарын тонап, қартты да, жасты да аямады. Көшке ере алмаған қариялар, жаралы жауынгерлер жолда қаза тапты. Әйелдер мен жас қыздар тұтқынға алынды. Халықтың басынан кешкен ауыр қасіретті жылдары Елім-ай әні арқылы мәңгі есте қалды. Қаратаудың басынан көш келеді, көш келесіп бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған жаман екен, екі көзден мөлдіреп жас келеді. Мына заман қай заман, қысқан заман, басымыздан бағдәулет ұшқан заман. Шұбырғанда ізіңнен шаң борайды, қаңтардағы қар жауған қыстан жаман. 18 ғасырдың әдебиетінде қандай батырлар туралы айтылады? Қап қағылған, шаңды жорық әндерінде Жаңатай сынды ақындар мен батыр баян бастаған қазақ сарбаздарының ерлігі баяндалады. Мысалы, атақты Жаңатай батыр 500 батыл жігітті бастап 10 мың жоңғар әскеріне шабуыл жасаған. Шайқаста небәрі 10 адам ғана аман қалған. Арыстанша шайқасқан Жаңатайдың өзі де ұрыста мерт болады. Сонымен қатар Абылай туралы эпикалық жырларда кең таралған. Жырдың бірінде оның Сабалақ деген атпен атақты Төле бидің түйесін қалай баққаны, оның халықпен бірге жорыққа аттанып, ұрыста жоңғар батыры Шарышты жекпе-жекте өлтіріп, қалай көзге түскені айтылады. Халықтың бірқатар өлеңдері мен әңгімелері 18 ғасырдың аяғындағы кіші жүз қазақтарының көтерілісіне, бұл көтерілістегі батыр Сырым Датұлының рөліне арналған. Сырым батыр туралы ауызекі сөздерде, аңыздарда, әңгімелерде оның хандармен және оның төңірегіндегілермен қалай күрескені туралы айтылады. Халық жадында Сырым батыр ретінде ғана емес, сонымен бірге сұңғыла шешен, ақылды саясатшы ретінде сақталған. 18 ғасырдың атақты шешендері кімдер? 18 ғасырдағы ауыз әдебиетінде қазақ билерінің шешендік сөздері ерекше орын алады. Ұлы жүзден Төле бидің, орта жүзден Қаздауысты Қазбектің, кіші жүзден Әйтеке бидің халықты сыртқы жауға қарсы бірлікке, қарулы күреске шақырғаны, олардың өз кезінде зор саяси маңызы болды. 18 ғасырда дүниеге келген фольклорлық үлгілер сол кезеңдегі халықтың рухани өмірін сипаттайды. Эпикалық жырлар, тарихи әңгімелер және сол дәуірдегі халық ауыз әдебиетінің басқа да үлгілері халық даналығына көз жеткізіп, оның тарихи оқиғаларға тура баға бере алуымен қайран қалдырады. 18 ғасырда өмір сүрген қандай жырауларды білесіңдер? Қазақтың көрнекті жырауларының бірі Ақтамберді жырау Сарыұлы оңтүстік Қазақстанда Қаратау өңірінде өмірге келді. Ол 18 ғасырдың 50-ші жылдарында қазақтарды жоңғарлардан қайтарып алған жерлеріне орналастыру қозғалысын басқарды. Атақты жырау Үмбетей Тілеуұлы қазақ батырларының соғыс даласында көрсеткен ерлігін жырлады. Қазақ халқының қас батыры Қанжығалы қарт Бөгенбайды жоқтау және оның өлімін Абылай ханға естіртуге арналған жырлары халық жадында мәңгі сақталған. 18 ғасырда қазақтардың арасында атақ даңқы кең тараған жырау, би әрі данышпан дипломат, мемлекет қайраткері Бұқар Қалқаманұлы ерекше танылды. Бұқар жырау Абылай ханның ең жақын кеңесшісі әрі сенімді серік ретінде белгілі. Халық арасында Бұқар жырау көмекей әулие атанды. Бұқар жырау терең ойлы, ғибрат аларлық өсиет өлеңдер шығарды.
18 ғасырда қазақтардың рухани өмірінде ерекше орын алатын не болды? 18 ғасырда қазақтардың рухани өмірінде музыка өнері де елеулі орын алды. Музыкалық шығармалардың негізгі түрлері ән мен күй болды. Қыз ұзату, келін түсіру тойлары салтанатты жағдайда той бастар әнімен басталатын, жар-жар айтылатын. Ұзатылып бара жатқан қыз ата-анасымен қоштасарда сыңсуды айтатын. Келін болып түскен қызға беташар рәсімі жасалатын. Қайтыс болған адамды жоқтау сияқты азалы ән орындалатын. Осылайша ән қазақтың өміріндегі барлық маңызды шаралар мен рәсімдерде орындалып отырған.